Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін давлениен түскен кезде немесе көтерілген кезде үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көктердің құрамында адам ағзасы үшін пайдалы дәрумендер мен минералды заттар бар. Соның ішінде ақжелкектің пайдасы орасан. Ол адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Әсіресе қан қысымы көтерілетіндер ақжелкекті күнде жеу керек. Ақжелкенді салатқа, тағамға қосуға болады. Немесе шай ретінде демдеп ішсеңіз де саулығыңыз үшін пайдалы екенін ескеріңіз. Сонымен қатар қызылектің саулығын жақсартады. Әйелдерде болатын ауруларды емдейді. Қандағы қант мөлшерін реттейді. Циститті емдейді. Ағзадағы артық тұзды шығарады. Бас ауруын қойдыртады, депрессиядан арылтады, ағзаны пайдалы заттармен толықтырады, бүйрек пен асқазанның жұмысын жақсартады. Біздің ағзамызды жақсартып, саулығымызды арттыру үшін мына көктерінде тигізетін пайдасы орасан. Балдыркөк қан қысымын қалыпқа келтіреді, жүрек пен қан тамыр ауруларын емдейді. Сондай-ақ депрессиядан арылтып, көңіл күйіңізді көтереді, әрі артық салмақтан арылтады. Насыбайгүл көңіл күйіңізді көтеріп, іш қатудан арылтады. Сонымен қатар қан қысымын түсіреді, әрі ерте қартаюдың алдын алады. Аталған емдік шөпті тұтынғандар жағымсыз энергиядан сақтанады, әрі иммундық жүйесін нығайтады. Сәлбен жүрек пен қан тамыр ауруларын емдеуге қабілетті. Сонымен қатар депрессияны жеңуге күш береді. Жоғарыда жазылған емдік шөптерді күнде тұтынуға кеңес береміз. Кез келген көкті салатқа, тағамға қоссаңыз, құрамындағы қасиетін жоғалтпайды. Тіпті тұнба дайындап ішсеңіз де пайдасы орасан екенін ескеріңіз. Сонда жүрек, бүйрек, бауыр ауруларынан арыласыз, әрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.